Бұл ақпарат History Lab каналынан алынды. Мың 1941 жылдың басына қарай Европаның көп бөлігі Гитлерлік Германияның оккупациясында болды. Бірнеше апта ішінде Польша талқандалып, Бельгия, Голландия, Франция, Норвегия және Дания басып алынды. Ұлыбритания күн сайын Люфтваффе эскадрильяның бомбалауына ұшырады. Осындай жағдайда Америка Құрама Штаттар одақтастарына көмек көрсету туралы шешім қабылдады. 41 жылдың 11 наурызында президент Рузвельт Гитлерге қарсы соғысқан елдерге экономикалық көмек көрсетуге арналған ленд-лиз туралы заңға қол қойды. 6 айдан кейін бұл бағдарлама КСРО-ға да таратылды. Ленд-лиз Кеңес одағының нақты соғыс әрекеттері басталғанға дейін көмектесудің жалғыз мүмкіндігі болды. Соғыс жылдары ақш керуендері өлім қауіпімен қиындықтарды еңсере отырып, Кеңес одағына миллиондаған тонна әскери жүк, мыңдаған танк, ұшақ және автомобиль жеткізді. Сол ленд-лизсіз Совет одағы жеңіске жете алмайтын еді деген пікір дұрыс емес. Американың бұл көмегі Кеңес одағы үшін қандай рөл атқарды? Ресей ленд-лиз қарызын қалай өтеді? Бұл бағдарлама ақш экономикасына қалай әсер етті? Мың 1937 жылдың 7 қарашасында Мәскеу ұлы Қазан социалистік революциясының 20 жылдығын салтанатты түрде атап өтті. Қызыл алаңнан жаңадан жасалған кеңестік танк колонналары өтті. Кремль аспанда 300 әскери ұшақ маневрлер жасады. Мәскеу тұрғындары солдаттарға мақтанышпен қарады. Бұдан 10 жыл бұрын аштық жылдары қираған елде әскери қабілетті армия қалпына келтіріледі деп ешкім ойламаған еді. Бұл үлкен құрбандық пен зор күш-жігердің арқасында жүзеге асты. 30 жылдардың аяғында қорғанысқа шығындар 2 есе артып, ел бюджетінің 1/3 құрады. Техника мен оқ-дәрілер тиелген эшелондар Кеңес одағының батыс шекарасына тоқтаусыз ағылып жатты. Ел нацисті Германиямен соғысқа дайындалды, ал Германия шығысқа жорыққа дайындалып жатты. Соғысқа дайындық өте ерте басталды. Әлі 1931 жылдың 4 ақпанда Сталин шаруашылық басшыларымен өткен кеңесте біз алдыңғы қатарлы елдерден 50-100 жылға артта қалдық. Егер біз оны 10 жылға қуып жетпесек, бізді таптап өтеді деген болатын. Сталиннің қалағанын орындау мүмкін болды ма? Мүмкін, бірақ бәрін емес. Молотов кейін өндіріс пен қорғаныс өнеркәсібінің қарқынын одан әрі арттыру мүмкін болмады деп түсіндірді. 1941 жылдың 21 маусымындағы жағдай бойынша авиациялық өнеркәсіп соғыс уақытының режимінде жұмыс істегені анық. Белгілі бір дәрежеде оқ-дәрі өнеркәсібі де соғыс режимінде жұмыс істеді. Жалпы алғанда кеңестік әскери өнеркәсіп соғысқа дайын болды деп айтуға әбден болады. Гитлер Кеңес одағын бірнеше айда талқандай алатынына сенімді болды. Кеңес одағына алғашқы соққы беру үшін ол Германия армиясының ең жауынгерлік қабілеті жоғары бөлімшелерін жинады. Барлығы 3 миллионнан астам адам қатысты. Шабуыл 1941 жылдың 22 маусымында ерте таңертең басталды.
Неміс артиллериясы мен авиациясы кеңестік аумақтарға соққы жасады. Соғыстың алғашқы күнінде 1489 ұшақ аэродромдарда жойылды. Шамамен 1000 танк өртеніп кетті. Әскери техниканың көп бөлігі жаңа болды, және ешқашан ұрыстарға қатыспаған еді. Батыс шекарада хаос орнады. Байланыс толығымен үзілді. Маусым айының соңына қарай 250 мың қызыл армия сарбазы неміс тұтқынына түсті. Вермахт Ленинград, Мәскеу және Киев бағытында ілгерілей бастады. Күзге қарай нацистер Беларусь, Украина және Европалық Ресейдің бір бөлігін басып алды. Донбасс, Харьков және Ленинградтың өнеркәсіптік аймақтары жау қолына өтті. Тек авиациялық 139 кәсіпорынның 41-ін немістер басып алды. Бұл кеңестік экономикаға ауыр соққы болды. Әскери өнеркәсіпті шұғыл түрде қалпына келтіру қажет еді. Ең ауыр соққы Ленинградтың өнеркәсіптік ауданының, әсіресе әскери өнеркәсіптің жоғалуы болды. Украинадағы, Шосткадағы оқ-дәрі зауытының жоғалуы да одан ауыр тиді. Сонымен қатар Харьковтағы тұтас зауыттар кешенінің жоғалуы жағдайды ушықтырды. Экономиканың жағдайы жақсы болғанмен, 41 жылдың соққылары 41-42 жылдар кеңестік әскери өнеркәсіпті дағдарысқа ұшыратты. Батыста Гитлердің кеңес одағына шабуылы қарама-қайшы пікірлер туғызды. Кейбір саяси күштер қызыл армияның вермахтқа қарсылық көрсете алатынына күмән келтірді. Нью-Йорк басылымдары коммунистік Ресейге көмектесу керек пе деген сұрақ қойды. 1941 жылдың 24 маусымында сенатор және болашақ ақш президенті Гарри Трумен Нью-Йорк Таймс газетіне берген сұхбатында: егер Германия жеңіп келе жатса, біз Ресейге көмектесуіміз керек. Ал егер Ресей жеңіп келе жатса, біз Германияға көмектесуіміз керек. Осылайша олар бір-бірін мүмкіндігінше көп жоюы тиіс. Бірақ мен Гитлерді ешбір жағдайда жеңімпаз ретінде көргім келмейді деп мәлімдеді. Кеңес Герман майдандағы ауыр жағдай туралы хабар алған Вашингтон, дегенмен ресми түрде Америка кеңес одағын соғысушы елдерге көмек көрсету бағдарламасына қосуға ниетті екенін мәлімдеді. 41 жылдың наурызында Германияның кеңес одағына шабуылынан 3 ай бұрын ақш Конгресі ленд-лиз туралы заң қабылдады. Бұл заң Гитлер мен оның одақтастарына қарсы соғысып жатқан елдерге әскери техника, қару-жарақ және оқ-дәрі жеткізуді қарастырды. Жаңа бағдарламаның алғашқы қатысушысы Ұлыбритания болды. Бұл Еуропада сол уақытта гитлерлік әскерлерге шынайы қарсылық көрсеткен жалғыз ел еді. Ленд-лиз деген сөзді ойлап тапты. Бұл қарызға беру деген мағынаны білдіреді. Негізгі мақсат көмек көрсету. Бірақ әскермен емес, тек қару-жарақ, техника және Америка жерінде өндірілген басқа да құралдармен көмектесу еді. Рузвельт бұл заңды бейнелі түрде өрт сөндіруге арналған шланг деп атады. Ол оны үй өртеніп жатқан көршісіне беріп, сол арқылы өзінің үйін өрттен қорғауға көмектесетінін айтты. 1941 жылдың шілдесінің соңында Мәскеуге Рузвельттің жеке көмекшісі Гарри Гопкинс келді. Бастапқыда америкалықтар Сталиннің немістердің шабуылын тез тоқтата алатынына күмәнданды. Вашингтонда кеңес одағына жіберілген техника Германияның олжасына айналып кетеді деп қорықты. Сталин Гопкинсті соғыстың барысы жақында өзгереді деп сендірді. Гопкинс Рузвельтке кешіктіруге болмайды деген шұғыл телеграмма жіберді. 1941 жылдың 1 тамызында Архангельск портында одақтастардың кеңес одағына әскери көмек жеткізген алғашқы көлігі британдық Адвенчур кемесі келді. Бортында теңіз миналар мен оқ-дәрілер партиясы болды. Бірақ бұл жеткіліксіз еді. Қыркүйек айында Архангельске Дервиш атты
PQO кодымен белгіленген ағылшын керуені келді. Ағылшындар жабдықтар, оқ-дәрілер және 16 Хоукер Харрикейн жойғыш ұшақтарын жіберді. Ұшақтармен бірге ағылшын ұшқыштар тобы да келді. Көп ұзамай ескі британдық техника соғыс жағдайында іс жүзінде пайдасыз екені белгілі болды. Кеңес ұшқыштары ағылшын ұшқыштарын ұшатын табыттар деп атады. Бұл ұшақтар қатты ескірген және корольдік әуе күштері құрамынан жаппай шығарылып жатқан еді. Немістің юнкерстері жылдамдық, маневрлік және ұшу қашықтығы бойынша олардан әлде қайда асып түсті. Соғыстың алғашқы айларында одақтастардан алынған әрбір ұшақ пен танк, әрбір зениттік қару мен оқ-дәрі Кеңес одағы тарапынан алтынмен төленді. Сталин Рузвельтке телеграммалар жіберіп, 3000 танк, 3000 ұшақ және 100 оқ-дәрі сұрады. Соңында әйтпесе, КСРО соғысты жалғастыра алмайды деп ескертулер қосып, Рузвельтті қорқытқандай болды. Америка құрама штаттарының тас жолдары мен порттарға қарай қару-жарақ пен оқ-дәрілер ағыны үздіксіз жылжып жатты. Жаңа американдық гаубицалар артиллериялық бөлімдерге жіберілмес бұрын сынақтан өтті. Формальды түрде КСРО-ға ленд-лиз бойынша жеткізілімдер туралы келісім 41 жылдың қазанынан 45 жылдың мамырына дейін әрекет етті. Бірақ іс жүзінде жеткізілімдердің басым бөлігі 43 жылдан бастап жүзеге асырылды. Келісім шарттарына сәйкес американдықтар Кеңес одағына әскери техника мен оқ-дәрілерді соғыс аяқталғаннан кейін төлеуге немесе ақш-қа қайтаруға міндеттеді. Шарттар келесідей болды. Біріншіден, барлық есеп айырысулар соғыстан кейін жүргізілуі керек еді. Екіншіден, соғыс кезінде жойылған материалдық құралдар, қару-жарақ пен оқ-дәрілер өтелуге жатпайтын. Ал азаматтық мақсаттағы мүліктер, генераторлар, автомобильдер 3 жыл бойы аз мөлшерде пайызбен пайдалануға берілді. Сондай-ақ қалған қару-жарақ пен техниканың бір бөлігі Америкаға қайтарылуы тиіс болды. Америкалық жеткізілімдер Кеңес одағына 3 негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылды. Бірінші бағыт Тынық мұхиты арқылы өтетін. Калифорния порттарын Кеңес одағының қиыр шығысымен байланыстыратын жол болды. Екінші бағыт Иран арқылы жүргізілді. Парсы шығанағының порттарынан техниканы Каспий теңізінің маңындағы кеңестік шекараға жеткізді. Ленд-лиздің ең жылдам бағыты үшінші арктикалық жол болды. Ұлыбританиядан солтүстік теңіздер арқылы одақтастардың көлік кемелері авиация мен су асты қайықтарының қорғауымен Архангельск пен Северодвинскке бет алды. Жеткізілімдердің басты мәселесі көлік кемелерінің өткір тапшылығы еді. Бұл мәселені шешу үшін америкалықтар Liberty сериясындағы көлік кемелерін жылдам өндірісін ұйымдастырды. Ұзындығы 135 метр болатын бұл алып баржалар бортқа 10 000 тоннаға дейін жүк ала алатын. Бір кемен жасау уақыты орташа есеппен 44 күнге қысқартылды. 1942 жылдың қарашасында рекорд орнатылды. Роберт Пири кемесі негізі қалаған сәттен бастап 4 күн, 15 сағат және 29 минут ішінде суға жіберілді. Қысқа уақыт ішінде осы классқа жататын 2750 көлік кемесі жасалды. 1942 жылы немістер ленд-лиз керуендеріне су асты соғысын жариялады. Оккупацияланған Норвегия жағалауында одақтастарды жау су асты қайықтары аңдыды. Бұл қайықтар топтасып, қасқыр тобын құрап, көлік кемелерін кезекпен жойды. Арктикадағы ең ірі апат 42 жылдың маусымында
PQ-17 керуенінің жойылуы болды. 37 кеменің 24-і суға батып кетті. 400-ден астам танк, 3000 автомобиль және 200 ұшақ су түбіне кетті. Соғыс жылдарында Ленд-Лиздің теңіз жолдарында 14 мыңнан астам ағылшын, америкалық және канадалық теңізші қаза тапты. Шамамен 1 миллион тонна құнды жүк жоғалды. Кеңес одағына жіберілген әрбір 15-ші танк, ұшақ және автомобиль мұхит түбіне жетті. Көлік кемелерін қорғау үшін америкалықтар Кеңес одағына 202 торпедалық катер, 34 минадан тазартқыш кеме және 28 фрегат жіберді. Бұл кемелер Кеңес одағының солтүстік және Тынық мұхиты флоттарының негізін қалады. Ең жылдам жол әрине арктикалық бағыт болды. Мұнда кемелерден тұратын керуен 15-20 тәулікке созылды. Бірақ бұл ең қауіпті бағыт еді. Жүк тасымалының шамамен 15% мұхит түбіне кетті. Америкалық жүктердің жартысына жуығы Кеңес одағына қиыр шығыс порттары мен Транссибір темір жол арқылы жеткізілді. Бұл ұзақ, бірақ салыстырмалы түрде қауіпсіз жол болатын. Жапония ақшқа шабуыл жасағаннан кейін Тынық мұхитындағы барлық көлік кемелері Кеңес одағының ту астында жүрді. Қиыр шығыс бағыты ресми түрде қауіпсіз деп саналды. Өйткені Кеңес одағы Жапониямен соғыс жағдайында болған жоқ. Бірақ бұл тек формалды қауіпсіздік еді. Жапондар осы бағыттағы жүктерді тексеру мүмкін деген қауіп болды. Сондықтан бұл бағытпен негізінен әскери емес жүктер азық-түлікпен және қосалқы материалдар жеткізілді. Бұл бағытпен қару-жарақ немесе әскери техника жеткізілген жоқ. Негізінен шикізат, ұшақтарға арналған бензин, марганец, азық-түлік, сондай-ақ техникалық жабдықтар тасымалданды. Үшінші бағыт Иранның ыстық шөлдері арқылы өтетін Парсы дәлізі. Алғашқы көзқарас бойынша бұл жерде жағдай біршама тыныш болатын. Иран 1941 жылдың қыркүйегінде британдық және кеңестік әскерлердің оккупациясына ұшыраған еді. Парсы шығанағының жағалауында америкалықтар ұшақтар мен жүк көліктерін жинауды ұйымдастырды. Америкалық жұмысшылар мен инженерлер бұл жерде әскери ұшақтардың соңғы құрастыру жұмыстарын жүргізді. Иранда құрастыру аяқталғаннан кейін кеңестік ұшқыштар ұшақтарды әуе арқылы майданға жеткізді. Дегенмен ирандық порттардан келген жүктердің басым бөлігі Кеңес одағына темір жолмен және жүк көліктермен тасымалданды. Шөл далада бағалы жүктелген эшелондарды қарақшылар жиі аңдып отырды, ал Иранның дамымаған инфрақұрылымы көлік дағдарысына жиі әкелді. Айту жеткілікті, кейде кемелер Парсы шығанағында түсіру кезегін 2 аптадан 1 айға дейін күтіп отыратын. Жүк көліктерін құрастыру тиімді ұйымдастырылды. Оларды жәшіктерде жеткізіп жинап, содан кейін өз жүрісімен жүк жеткізеді. Бірақ олардың жүретін аумағы бейбіт емес еді. Иран аумағында қарақшы бандалар көп болды. Мен мысалы ағылшын тілін үйренгенде оқыған ең таңғаларлық құжаттардың бірі жүк көлігін жүргізушілерге америкалық Томпсон автоматтарын беру туралы өтініш болды. Бұл қаруларды гангстер фильмдеріндегі дискілі автоматтармен салыстыруға болатын еді. Соғыс жылдары Кеңес одағына кеңестік өнеркәсіп үшін өте маңызды миллиондаған тонна алюминий, мыс және болат жеткізілді. Тек америкалық мыстың жеткізілімі КСРОда бұл металдың өндіріс көлемінен 4 есе асып түсті. Жеткізілген техниканың ішінде абсолютті рекорд локомотивтерге тиесілі болды. Соғыс жылдары Кеңес одағында темір жолдарда жұмыс істеген әрбір 3 паровоздың 2-і шетелде өндірілген еді. Біз соғыс жылдарында бар болғаны 8000 локомотив шығарып жатқанда бізге 22000 локомотив жеткізілді. Бұл ең үлкен көрсеткіш.
Айырмашылықты байқайсыз ба? Бұл сөзсіз үлкен көмек болды. Техникалық құралдардан гөрі бізге қажет шикізаттың көлемі маңыздырақ болғанын айту керек. Өйткені бүкіл өнеркәсіпті эвакуациялауға Донбасс пен басқа да ресурстардың жоғалуына байланысты қиындықтар туындаған еді. Біз өзімізде барлау жұмыстарын жаңа бастағанда олар дайын материалдарды жеткізіп отырды. Бізге 20,5 миллион авиациялық отын берілді. Бірақ бұл отын негізінен америкалық ұшақтарға арналды. Себебі америкалық техникаларға кеңестік бензин сәйкес келмейтін. Менің ойымша, одақтастардың жеткізген жүктердің ішіндегі ең маңыздысы оқ-дәрілер мен олардың өндірісіне қажетті компоненттер. Сондай-ақ жарылғыш заттар мен олардың компоненттері болды. Ленгвильдік порақтар кеңес өнеркәсібінде қолданылған барлық порақтың 1/3 құрады. Ал тринитротрололдың жартысы 1942 жылдан 45 жылға дейін аралықта шетелдік шикізаттан тікелей немесе жанама түрде өндірілді. Америкалық автомобильдердің жеткізілімі кеңестік әскери экономикада маңызды рөл атқарды. Кеңес одағына 50 мыңнан астам жол талғамайтын көліктер мен жеңіл автомобильдер, 376 мыңға жуық жүк көлігі және миллионнан астам автомобиль шиналар жеткізілді. Бірақ америкалық көліктер Қызыл армия автопаркының басым бөлігін құрай алмады. 1930 жылдардың соңында кеңес одағы жүк көліктері өндірісінің алдыңғы қатарлы державасы болды. Әрине, әрбір қызметкердің жеке автомобиль болған жоқ. Бірақ лицензия бойынша сатып алынған Ford көліктері негізінде шығарылған ЗИС-5 сияқты машиналар жаппай өндірілді. Соғыс кезінде қанша көлік шығарылғанын емес, елдегі қолжетімді техника санының жалпы ресурсы маңызды болды. 44 жылдың жазында армиядағы көліктердің 75% отандық өндіріс болғаны халық шаруашылығын мобилизациялаудың нәтижесі. Жүк көтерілімділігі, сенімділігі және өтімділігі жоғары болғандықтан америкалық Studebaker жүк көліктері халық арасында ерекше танымалдыққа ие болды. Бұл машиналарға атақты БМ-13 Катюша реактивті қондырғылары орнатылған. В том числе знаменитую пусковую установку БМ-13, известную в народе как «Катюша». General Motors компаниясы Иранда 4 зауыт ашып, сол жерде Studebakерлерді құрастырып шығарды. Бұл артиллериялық қару-жараққа арналған ең үздік тартқыш болды. Біздің «Катюшалар» дәл осы Studebakерлерде орнатылды. 9000 «Катюша» орнатылған, ал кеңестік көліктерде тек 600-і. Ленд-лиз техникасы бізде жиі тасымал құрал ретінде ғана емес, тартқыш ретінде де қолданылды. Себебі көктемгі балшықта майданға оқ-дәрі мен қажетті жүктерді тек толық жетекті машиналар жеткізе алатын. Қызыл армияға соғыс жылдары жеткізілген 100 мың танктың тек 10 мыңы шетелде өндірілген. Соғыс қимылдары бойынша шетелдік танктер кеңінен танымал Т-34-ке айтарлықтай жол берді. Бұл танк екінші дүниежүзілік соғыстың ең үздік танкі деп танылды. Ленд-лиз танктері екі жекелеген шайқасқа қатысты, бірақ екеуінде де сәтсіздікке ұшырады. Немістер бұған дейін ленд-лиз машиналарын көрмесе де, олардың тез жарылғыш екенін бірден байқады. Бұл қарсыластың субъективті пікір болғанмен, нақты шайқастарға негізделген. Америкалық танктердің шыққанын көрдік. Олар отқа тез оранды деп олар бағалады. Соғыс жылдарында КСРО-да 137 мың әскери ұшақ шығарылды. Бұл көрсеткіш бойынша кеңес одағы Германиядан, Жапониядан немесе Ұлыбританиядан асып түсті. Және ақштан кейінгі екінші орында болды. Одақтастар Қызыл армияға шамамен 18 мың ұшақ жеткізді. Бұл кеңестік әскери машиналардың жалпы санының 13%. Негізінен ұшақтарды өз бетімен Аляска, Сібір әуе жолымен жүргізді. Әр көлік 14 мың шақырым қашықтықты жүріп өтетін. Канада мен Аляска арқылы американдық зауыттардан истребительдер Фэрбанкс қаласына, содан кейін мұхит арқылы Красноярскке ұшып, сол жерден майданға жететін.
Бұл бағытта 16 аэродром салынды. 3000-нан астам адам жұмыс істеді. Истребительдер топталып айдалды. Олардың басы мен аяғында бомбардир жүретін. Ұшқыштар көлік ұшақтармен қайтып келетін. Барлық техникалық жұмыс жауынгерлік машиналарды жөндеу және айдау нашар ауа райында өтті. Ұшқыштар ұшақтарды соқыр күйде, жоғары биіктікте және өте төмен температурада басқарды десек те болады. Оттегі маскаларын жиі қолданды. Көбінесе ұшқыштар американдық құрылғылардың неметрикалық көрсеткіштерін әдеттегі метр мен километрге түзету үшін ердің далабын алып жүрді. Топпен байланыстың жоғалуы кез келген қателігі қайғылы жағдайға айналуы мүмкін еді. Соғыс жылдарында Аляска-Сібір тас жолында 39 ұшақ апаты орын алды. 114 адам қаза тапты. Кеңес одағына 8000-ға жуық ұшақ жеткізілді. Бұл негізінен американдық P-39 Aero Cobra истребительдер болды. Кеңес одағының батыры атағын 2 рет алған 62 ұшқыштың 19-ы американдық және 3-еуі ағылшын ұшақтармен соғысқан. Aero Cobra'да екінші дүниежүзілік соғыстың ең нәтижелі ұшқыштарының бірі әйгілі кеңестік ас Александр Покрышкин шайқасты. Ол өзінің ұшағымен 600-ден астам әскери миссия жасады. 156 әуе шайқасын өткізді және жаудың 59 ұшағын жеке өзі атып түсірді. Кеңес одағына жеткізілген жұмыс күші Aero Cobra истребительдер болды. Кеңес одағы бұл машинаның басты тұтынушысына айналды. Бірақ ол әлі де ең жақсы ұшақ емес еді. Яғни ол одақтастардың мықты ұшағы емес еді. Бірақ соған қарамастан кеңес ұшқыштарына беріктік үшін ұнады. Өйткені ол ұшқыштың артқы жағына қонуға төтеп берді, моторды қорғады, яғни ол төзімді болды. Жаудың ұшақтарының отына. Американдық жеткізілімдер кеңестік радио байланыстың қарқынды дамуын қамтамасыз етті. Әскерге 2 миллион шақырымға жуық кабель, 2 миллион телефон және радиостанциялар шығару үшін мыңдаған тонна түрлі шикізат жеткізілді. Бұл соғыстың алғашқы жылдарында армия штабтарын, дивизиялар мен аэродромдарды байланыстыруға мүмкіндік берді. Кеңес одағында өзінің радиолокациялық станциялары да, жеке радиостанциялар да болды. Ал басқа сұрақ мысалы кварцтарды, яғни станцияның толқынды ұстап тұруын қамтамасыз ететін кварц генераторларын жеткізуі құнды болды. Егер радиостанциялар туралы айтатын болсақ, онда олар басым позицияларды иеленді деп айтуға болады. Мен ленд-лиз электронды техникасы отандық техниканы толықтырды деп айтар едім. Айта кету керек, біздің ғалымдар өте тез бағдарланды. Және американдықтардың техникасындағы барлық жақсы нәрселер бірден асып түсті. Нақтыланды және американдық үлгілерге қарағанда өзіміздің жақсартылған жақсырақ үлгілерімізді жасады. Соғыс жылдарында одақтастар КСРО-ға 4,5 миллион тонна азық-түлік әкелді. Олардың ішінде 37 мың тонна тұқым болды. Бұл жеткізілімдер соғыстың ең қиын кезеңіндегі егіс науқанын сәтті өткізуге көмектесті. Одақтастар КСРО-ға бидай, май, шоколад және қант әкелді. Бірақ жеткізілімдегі абсолютті рекорд ет консервілеріне тиесілі. Тек бұқтырылған шошқа етін жеткізу кеңестік өндірістен 5 есе асып түсті. Әйгілі американдық консервілерді сарбаздар ирониямен екінші майдан деп атап кетті. Бұл танктер емес. Бірақ бұл тамақтану, бұл әскери көмек емес. Ол маңызды роль атқарды. Консервіленген өнімдер олар полиэндлиздің көп мөлшермен келді. Майдандағы диетада айтарлықтай орын алды. Егер біз елді тұтастай алатын болсақ, онда 30-шы жылдары қабылданған шаралар ауыл шаруашылығын механикаландыру арқылы халықты қолайлы деңгейде азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін жеткілікті астық өндіруге мүмкіндік берді. Егер каналдары кесілген болса, КСРО-да жаппай аштық болмайтын еді. Бұл үшін 42-ші жылдың жазында басып алынған оңтүстік Ресейдің өңірлерінен Қазақстанға мал мен ауыл техникасын айдап әкету сияқты төтенше шаралар қолданылды.
Әскерді жеткілікті қамтамасыз ету американдық өнімдерді мектептерге, ауруханаларға және бала бақшаларға жіберуге мүмкіндік берді. Кеңес госпитальдары импорттық дәрі-дәрмектердің, антибиотиктердің, таңғыштардың, түрлі медициналық құралдар мен керек жабдықтардың үлкен партияларын алды. Кейбір заттар бейбіт тұрғындарға да қолжетімді болды. Тозған американдық немесе ағылшын киімдері, өнімдері, көрпелері, сарбаздар жабдықтары қала базарларында барлық жерде сатылды. Ал порттарда импорттық тауарлар көбінесе валютаның орнына қолданды. Әрине бейбіт тұрғындар да көп нәрсені өзгертті, бірақ олардың көпшілігі әлі де бейресми түрде құлдырады. Яғни бұл ленд-лиздің жүктерін қабылдайтын қалалар болды. Оларда белгілі бір бөлу болды және майданда бейбіт тұрғындармен алмасу болды. Айырбастау немесе тіпті көмек деп аталды. Ленд-лиз бойынша жеткізу көлемі екінші дүниежүзілік соғыс майдандарындағы соғыс қимылдарының барысына тікелей байланысты болды. 41 жылы желтоқсанда Жапония Пёрл-Харбордағы американдық базаға шабуыл жасады. Америка құрама штаттар соғысқа кірді. Ауыр шығындарға байланысты американдықтар 6 айға жуық уақыт бойы ленд-лиз жеткізілімдерін толығымен тоқтатты. Кеңес одағы тек өз күшіне сене алды. 1941 жылдың жазында зауыттарды шығысқа қарай жаппай эвакуациялау басталды. КСРО-ның шекаралық аудандарынан 3000-ға жуық кәсіпорын шығарылды. Олардың жартысынан көбі соғыстың алғашқы 3 айында эвакуацияланды. Олармен бірге мыңдаған жұмысшылар, инженерлер мен техниктер ішкі жаққа кетті. Тағы да тіпті экспорт, ол әлі толық болмаса да, белгілі бір қателіктермен бүкіл эшелондарды жоғалтумен болды. Жалпы өндірісті ұлғайтуға мүмкіндік берген режим 1942 жылдың көктеміне дейін ғана шықты деп айтуға болады. 1941 жылдың күзі және 42 жыл бойы Ұлы Отан соғысының ең ауыр кезеңі болды. Үлкен шығындардың салдарынан немістер Мәскеу маңында тоқтатылды. Көп ұзамай Гитлер жаңа әскери науқан жоспарын бекітті. 1942 жылы ол Кавказға соққы беріп, Сталинградты алуға шешім қабылдады. Қала үшін шайқас 200 күннен астам уақытқа созылды және адамзат тарихындағы ең қанды шайқасқа айналды. Соғыс алаңында 500 миллионнан астам кеңес жауынгері көз жұмды. Сталинград шайқасы екінші дүниежүзілік соғыстың бағытын өзгертті және Гитлердің әлемдік үстемдік жоспарларына балта шабылды. Ел үшін ең қиын кезең 41 жылдың күзі. Бұл 42 жылы Сталинградпен қарсы шабуылға дейін. Қызыл армия басым көпшілігінде отандық өнімдерді, отандық техниканы, отандық оқ-дәрілерді қолданды. Яғни олар өз күштеріне сүйенді. Соғыстың қиын кезеңі Мәскеу шайқасында да, Сталинград шайқасында да олар ленд-лиздік техниканың минималды қатысуымен болды. Бұл тарих сабағы сияқты. Өзіңіздің мықты индустрияңызға ие болуыңыз керек. Өйткені жеткізілім мұхиттың арғы жағындағы жақсы ағайдан олар әдеттегідей кешігіп келеді. Міне, ленд-лиздің жеткізілімі шыңы. Бұл соғыстың екінші жартысы. Шығыс майданда Қызыл армия сәттілігіне байланысты нашар болған кезде одақтастық қатынастар әлсіреді. Бірақ шайқас майданда сәтті операциялар болған кезде, мысалы, Мәскеу шайқасы, әрине, Сталинград пен Курск доғасындағы шайқастар, олар тек Ұлы Отан соғысының ғана емес, бүкіл екінші дүниежүзілік соғыстың 3 қиын кезеңімен анықтады. Осы жерде дипломатиялық қатынастардың күрт жандануы болды. 1943 жылдың күзінде Қызыл армия барлық майдандарға шабуыл жасады. 28 қарашада Тегеранда одақтас көшбасшылар Сталин, Черчилль және Рузвельт алғаш рет кездесті. Сталинді бір ғана сұрақ мазалады. Одақтастар Еуропада екінші майданды қашан ашады?
Черчилль Францияға қону 44 жылдың мамырынан кешіктірілмей басталады деп уәде берді. Сталинград шайқасында көрсеткен табандылығы мен батырлығы үшін алғыс ретінде Черчилль Сталинге қымбат металдар мен тастармен безендірілген соғылған қылышты сыйлады. Қылыштың сабында король Джордж VI Болат сияқты мықты Сталинград азаматтарына британдықтардың терең таңданысының белгісі ретінде деген жазу ойып жазылған. Әрине, моральдық қолдауды жоғары бағалау керек. Бірақ моральдық қолдау ғой. Айтады ғой, сен бізге кеңес бермей, бізге қаржылай көмектес. Міне, Ленд-лиз кеңес одағына нақты әскери іс-шаралардың басталғанға дейін көмектес алатын жалғыз нәрсе болды. Таяу шығыстағы солтүстік Африканың шайқастарына келетін болсақ, олар әрине кейбір күштерді тартып алды. Бірақ бұл аса маңызды емес еді. Гитлерлік Германияның барлық дивизияларының 78% тартып алған шығыс майданда болған үлкен шайқастар аясында бұл әрине маңызды емес еді. Сондықтан Ленд-лизді бағаламауға болмайды. Ол еуропалық аумақтың көп бөлігінің жоғалуына байланысты объективті түрде пайда болған кеңестік өнеркәсіптің кейбір олғылықтарын толтырды. 1944 жылы 6 маусымда ағылшын-американдық әскерлер Францияның солтүстігіне қонып, шайқастар мен шығысқа қарай жылжыды. Бір жылдан аз уақыт өтеді, және Гитлер рейхті одақтас әскерлердің соққыларымен құлайды. Олар адамзат тарихындағы ең қорқынышты жауды жеңуді тойлайды. Ұлы Отан соғысы 1418 күнге созылып, 27 миллион кеңес азаматының өмірін қиды. Екінші дүниежүзілік соғыстың барлық майдандарында батыс одақтастарының жалпы шығындары миллионнан аспады. Ұрыста қаза тапқан әрбір американдық, британдық немесе канадалық үшін 8 қызыл армиялық болды. Ленд-лиз бағдарламасын басынан бастап қолдаған сенатор Труман былай деп жазды. Ленд-лизге жұмсалған ақша көптеген американдық адамдардың өмірін сақтап қалды. Ленд-лизге беріліс алып, шайқасқа шыққан әрбір орыс, ағылшын немесе австралиялық сарбаз өз жастарымыз үшін әскери қауіпті пропорционалды түрде азайтты. Соғыс американдық экономиканы түбегейлі өзгертті. КСРО-да ұлттық байлықтың 1/3 қайтымсыз жойылды. ақш-та бұрын соңды болмаған өнеркәсіптік серпіліс басталды. Соғыс жылдарында американдық кәсіпорындар қымбат мемлекеттік тапсырыстар мен тиімді несиелердің үлкен көлемін алды. Ұлы күйзеліс жылдарында әрең жұмыс істеген шағын және фирмалар, ұшақтар, автомобильдер, киім-кешек және азық-түлік өндірісі бойынша әлемдегі ең ірі концерндерге біріктірілді. Миллиондаған американдықтар тұрақты, жоғары жалақы алатын жұмысқа орналасты. Соғыс жылдарында ақш экономикасы 2 есеге жуық өсті. Содан кейін жалға беру және Маршалл жоспар бойынша есептеулер американдық долларды әлемдік қаржы жүйесінің негізгі валютасына айналдырды. Жаңа зауыттар пайда болды. Ford, General Motors, Boeing, Douglas және басқалар мемлекеттен миллиардтаған несие алу арқылы қуаттылықты кеңейтті. Тиісінше қуатты арттыра отырып, олар көбірек жұмыс орындарын дамытты. Ел тура мағынада осыған байланысты өте қарқынды дамыды. Соғыс кезінде 42 ел ленд-лизде болды. Іс жүзінде Америка ленд-лиздің көмегімен әлемнің көп бөлігін жақындатып, өзіне тартып, өмірдің барлық салаларына елеулі әсер ете бастады. Америка соғыстан кеңес одағына қарағанда әлдеқайда тиімді жағдайда шықты. Саяси және әскери позицияларын нығайтты, атом бомбасымен, бүкіл әлем бойынша қалыпты әскери инфрақұрылыммен. Бұл өте маңызды тұжырым. Жалпы әлемнің қауіпсіздігі, халықаралық тұрақтылық, бұл американдық көшбасшылықсыз мүмкін емес. Тек ол осы жағдайдың нақты тұрақтылығын қамтамасыз ете алады. Басқа ешкім жоқ. Америка Құрама Штаттары. Міне, қалғанының бәрі. Жаһандық стратегия, жаһандық қатысу, осы кеңестікті бақылау мүмкіндігі.
Жаңа жаһандық стратегия қырғи қабақ соғысқа дейінгі соғыстан басталады. Бірақ одан қырғи қабақ соғыс органикалық түрде өсті. Ленд-лизинг бойынша жеткізілімдер кеңестік өнеркәсіптің кейбір салаларына айтарлықтай қолдау көрсетті. Американдық ұшақтар, танктер мен артиллерия орташа есеппен кеңестік өндірістің шамамен 15%-ын құрады. Соғыстан кейін жолдас Вознесенский мемлекеттік жоспардың төрағасы соғыс жылдарындағы ол ленд-лизингке инвестициялардың жалпы көрсеткіші 40%-дан аспайтын айтты. Батыста олар басқаша ойлайды, біршама көбірек. Бірақ қазір кеңес әскерлері тек ленд-лизингсіз Германияны жеңе алмайтын еді деп айтуға тырысып жатқандығы бұл дұрыс емес. Ленд-лизсіз біз жасай алатын едік, өйткені өзіміздің өнеркәсіп саласы күшті болды. Ең қиын кезеңдер шын мәнінде төтеп беру керек және жеңілмеу керек болған кезде абсолютті көпшілікке сүйенді. Біз ленд-лизсіз жасай алатын едік, бірақ бұл көптеген адам өмірімен бағаланатын еді. Соғыс жылдарында ленд-лизинг бойынша жеткізу әлемнің 42 елінде жүзеге асырылды. Олардың жалпы құны 50 миллиард долларға бағаланды. Олардың жартысынан көбі 31 миллиардты Ұлыбритания, 11 миллиардты Кеңес одағы алды. Соғыс аяқталғаннан кейін Америка құрама штаттары бағдарламаның барлық қатысушыларына есеп шот ұсынды. Американдық тараптың пікірінше соғыс шығындары мен техниканың қайтарылуын ескере отырып, Кеңес одағы 1 миллиард 300 миллион доллар төлеу керек еді. Басталған қырғи қабақ соғыс жағдайында КСРО бұл талаптарды қолайсыз деп тапты. Кеңес өкілдері әрине бұдан бас тартып 224 миллион беретінін айтты. Алғашқы төлемдер өтті, бірақ олар орындалмады. Содан кейін қырғи қабақ соғыстың күшеюімен, конституциялық түзетулермен, Кеңес одағына қарсы санкциялармен біз мүлдем төлеуден бас тарттық. 20 жылдан астам уақыт бойы КСРО несие бойынша қарызды төлеу туралы келіссөздер жүргізген жоқ. Тек 1972 жылы қол жеткізілді. КСРО 2001 жылға дейін 722 миллион доллар төлеуге міндеттеме алды. Алғашқы екі төлемді мемлекет келесі жылға аударылды. Кеңес одағы 48 миллион доллар төледі. Жалпы бізде рубльге қатысты ресми доллар курсы болған жоқ. Сондықтан өте күрделі есептеулер жүргізілді. Сондықтан сандар өзгермелі. Мен бірден айталам. 90 жылы Горбачевтың тұсында біз шамамен сол соманы төлейміз деп уәде бердік. Бірақ бәрін төлей алмадық. КСРО құрамына кірген барлық кеңестік республикалардың ішінен 90 жылдардың басында тек Ресей, Украина, Беларусь және Қазақстан ленд-лиз бойынша қарыздарын төлеуге келісті. 1993 жылы сәуірде Ресей Федерациясының үкіметі Кеңес одағының барлық қарыздары бойынша жауапкершілікті өз мойнына алғанын мәлімдеді. Бұл ленд-лиз қарызында өз мойнына алуды білдірді. Америкаға 674 миллион доллар төленді. Ресей ленд-лиз бағдарламасы бойынша соңғы төлемді 2006 жылы жасады.